Сөйлейін, ойластырайын. Қызық болады. Қандай пранк жасауға болады өзі. Не пранктар бар? Мен көргенде менде бірінші пранк дайын секілді. Қазір Медина компьютер қарап жатыр ғой. Астында не болып жатқанын білмейді. Сол үшін қазір оған жүгіріп барып, Медина тұр, астында бірнәрсе күйіп жатыр деп, тезірек шақырып алам. Ол не күйді деп астына тезірек түсіп жатқанда су қойып қоям. Жер су болып жатқанда соған шалынып қалады. Өте қызық болады. Сосын сонда пранк деп айтамын. Ал реакциясы қандай болады екен, маған да өзіме де қызық. Қазір мына жерге енді су төгу керек. Сосын өзім жинаймын. Так, мына жаққа су құйып қоямыз. Осы жақта деп айтамын ғой. Қазір мен су құйып қояйын. Міне суда дайын. Тез шақырып келейін. Медина, қайдасың? Медина, тез! Медина, жүр тез! Не болып қалды? Ана жақтың барлығы өртеніп жатыр. Жүр! Я, жүр тез! Ана жақтың барлығы өртеніп кететін болды ғой, а? Тез, мына жаққа келші, тез. Ай! Ой, кешір. Сен қуасың ба? Бұл саған пранк. Пранк өтке жоқ вообще. Қойш, өтті. Ешен ауырып қалмады ма? Ауырып қалды. Кешір. Енді мен бір күшет пранк жасағым келген, ол жерге су төгіп. Ой, кәдімгідей сеніп қалыпсың ғой. Ешер өртенген жоқ, міне барлығы. Керемет. Бара бер. Мен ашты жібердім ғой. Миымды аштып, кешір. Мен жерін өзім сүртіп алуым керек. Ой, бірінші пранк удалса деп қойықтым. Достар, бірінші пранк бізде орындалды, сәтті өтті. Міне қараңыздар, Медина өзі сеніп қалды. Бір арқа жағын ауыртып алған секілді. Енді қазір екінші пранкты ойлайтын боламыз. Сіздер күтіңіздер. Достар, міне біз екінші пранкымызда дайын болды. Яғни бұл жері көріп тұрғандарыңызда менің қолымда гүл, жанымда осындай күшті әдемі жүрек шариктармен осындай күшті подарочки бар. Яғни бұл Медина күшті пранк болайын деп тұр. Мынаны Медина көреді, бұл не дейді да. Мен бұны саған бір жігіт әкеліп қойды деймді. Сен жігітің бар ма не? Онда мама айту керек болды ғой. Таныстыршы жаным мынау деген сияқты миын шіртетін боламыз. Кәдімгідей сөйтіп жергетін бола. Мә жігітім бар ма не? Осыны саған беріп жіберді бір нәрсе деп. Ол қумаш жоқ мен деп айтатын шығар енді. В общем, сол өстіп пранк жасайтын боламын. Міне осындай жаңа қалаға бар осындай заттар сатып алдым. Енді пранк күшті болады деп ойлаймын. Сондықтан біз бастаймыз. Кеттік ал. Медина, қайдасың? Не болды? Ваннада екенсің ғой.
Тадам! Но мен туған күнім ма? Мен туған күн әзір емес қой. Жоқ, бұл туған күнге емес. Кім берді деп ойлайсың? Сен подружкаң. Қуасың ба менің подружкам, сен не қылсын? Бұны саған бір бала беріп жіберді. Сен жігітің бар екен ғой, я айтпайсың ба? Мынаны қара, шеш. Саған әдемі осындай гүл беріп жіберіпті. Мынаны қара. Мына жері күшті подарочка. Осындай күшті заттар беріп жіберген. Сен жігітің бар екен ғой, я неге айтпағансың маған? Қумаша, мен жігітім жоқ қой. Ой, өтірік айтпашы, мынаның барлығын саған кім беріп жіберуі мүмкін? Мен бермеймін ғой. Неге алдайсың? Таныстырсаңшы оданша. Қай фотосын көрсет, номері қандай? Номерді көрсетпеймін. Сонда бар ма не? А? Жоқ. Онда мынаның есіктің алдына кім түсіп кеткен, еще бір хат қалдырған. Бұл Мединаға деп. Мен көрдім ғой, ол қағаз қазір лақтырып тастадым. Міне қара, әдемі гүл беріп жүріпті саған осындай. Алсаңшы гүлді. Ой. Қалай, ұнады ма гүлін? Ең таныстыр. Аты кім, айтсаңшы? Ата Айбек деп айта алады. Сен жоқ қоқуасың. Менде жоқ деймін, жігіт, сен қуасың ба? Мені алдамай-ақ қойдым, мен бәрібір біліп аламын. Оны саған мынаны кім беруі мүмкін? Айтсаңшы. Ешкім. Қойш, айтшы, қазір ренжіп қаламын. Мынаны барлығын саған Жігітім жоқ деймін. Кетіп қал. кетіп қалдың. Қайда кетіп қалдың? Медина, мен сені ренжітем деп ойлаған жоқпын. Жігіт деп қоймаған нес? Мойымды қатыр жүреді ғой. Оданша кино көрейінші. Мә, достар, анау деген вообще сеніп қалды ғой тегі. Маған ашуланды, ана жаққа шығып кетті, өздеріңіз көрдіңіздер. Міне, қолына тек гүлін алып кетті, білмей ана жаққа барып лақтырып тастаған шығар. Мен де әйтеуір кәдімгідей сұрай бердім ғой, жігітім бар ма не, айтсаңшы деп. Ол кәдімгідей сеніп қалғаны көрініп тұр. Енді қазір барып, бұл саған пранк, ешқандай жігіт жоқ деп айтуым керек. Енді кеттік, бірге айтайық. Медина? Ой, әлі ренжіп отырсың ба? Саған бір нәрсе айтайыншы? Не болды тағы да? Ренжімеш, бұл саған әдеттегідей пранк болды. Не? Кет жуар. Ой, ренжімеш, жай ғана пранк қой, түсінесің. Енді қызық болды ғой, ешқандай жігіт беріп жүрген жоқ, өзім сатып алдым. Кешір, жарай ма? Жарайды. Бірақ қызық болды. Я, достар. Достар, міне біздің кезекті үшінші пранкымыз да келіп жетті. Үшінші пранкта өте қызықты болады деп ойлаймын. Мен міне далаға шықтым, жайында бұл жерде менің қасымда Мединаның осындай көлігі тұр. Қазір ғана гаражын алып шықты. Бір жаққа жұмыстармен кетіп бара жатыр. Енді ол қазір в общем, жаңа машинаның кілтін қалтасына салып қойған, мен кері апарып диван астына тығып тастадым. И ол қазір ойлайды ғой, ой, ұмытып кетіппін немесе қайда деп іздейді, сол кезде үйге кіріп кетеді. Сосын сол сәтте мен осыны машинасын айдап кетіп қалатын боламын. Машинасы қазір ашық тұр. И ол білмейді қазір жабық па, ашық па, өзінің кәдімгі машинасымен шаруасы жоқ. В общем, айдап кетіп қалатын боламын. Сосын ол машинасын іздейді. Сосын соңында пранк екенін айтатын боламыз. Өте қызықты болады деген ойдамын. Ал давайте енді қазір Мединаға барып айтып келейік. Қазір қайда жүр екен? Қазір достар Мединаға барайық. Қай жақта жүр екен? Білмейтін де шығар енді. Медина? Мына жақтасың ба? Не деп тұрсың? Киініп аттым. Қазір кетесің ғой, Жақсы, жүрсенші, жүр бар, машинаға отыра бер, мен үйдің бәрін өзім жинап қоямын ғой. Жарайды. Жақсы, жолың болсын. Рахмет. Ой, машинаның кілтін ұмытып кеттім ғой. Не болды, ұмытып кетіппін бе? Жаңа, ана, сені бөлмеден бе көрген сияқтың, бар, қарап келсенші. Жарайды. Я. Достар, Медина үйге кіріп кетті. Давайте тез шығып қоймай тұрғанда машинасын бірге не істейміз, айдап кетейік. Ой, қазір. Отыра алмай жатыр. Давайте, достар, ал бізге жол болсын. Қазір таба алмайтын басқа жақ. Ана жақта сыртта камера бар, содан қарап отырамын ғой мен. В общем, мына жақта бізде ауыл бар, жақын жерде.
осы жақта жүретін боламын. Енді скорее всего табылмайды деп ойлаймын. Бұл жаққа келмейтін шығар. Қазір ана жақтың барлығын айналып келемін. Сосын далада тұрған кезде алдынан атып шығамын ғой. Сосын бірге реакциясын көретін боламыз. Міне мен қазір медиа машинасын айдап кеттім. Мына общем пальма жақтарда, теңіз жақтарда бүйтіп жүре тұрайын. Мен уже көрмейтін шығар деп ойлаймын ешнәрсін. Былай қою керек қоям. Сөйтіп тұра берсін өстіп. Қазір. Ал енді ол қазір не істеп жатыр екен. Бірге көрейік камерадан. Кеттік. Кілттер таптым ау. Менің машинам қайда? Менің машинам қайда? Ту, қайда кетіп қалды? Ту. Ішінде барлы ашары қалып қойды ғой. Арада 20 минут өтті. Достар, осы жерде мен аяқтың барлығын күшетіп аралап келдім. Енді сағат қарасам 20 минут өтіп кетіпті. Жақсы, енді жолға шығайық деп па. Енді медицинада алғанда жатқан болар, көп болды. Не істеді екен, құрсын полицияға соқып қоймасын, сол уайым болып тұрды маған. Білмеймін, енді қазір көреміз. Не істеді екен. Ой. Давайте қазір жолға шығамыз. Көреміз қазір. Ойбай, медицинаның реакциясын істеп жатыр екен, уайымдап жатыр ма екен. Не істеп тұр екен дегенде ғой. Мына жаққа келмеген сияқты. Қазір көреміз. Ой, енді полиция жинамайшы. Но не істеп жүр менің машинаммен? Ей! Кешір. Қасыңа досын шақыртып алғансың ба? Бұл саған тағы да үшінші пранк, Медина. Сен тағы да алдандың. Сен қуасың ба? Ой, кешірші. Сен мен жұмысымды қалдырдың ғой, кетші. Ой, кешірші, Медина, кетпеш. Сөйлесейік. Ей, тоқтасаншы. Ой. Мә, достар, анау ренжіп қалды кәдімгідей. Шынымен де жұмысынан қалдырған сияқтымын, бірақ енді мен сіздер үшін тырысып жатырмын. Сондықтан давайте осы видео тездетіп лайк басып кетейік. Әйтпесе Медина точно ренжіп қалады. Достар, мен 4-ші прангымды ойлап таптым. Бұл енді кішкене жеңілірек болсын дедім, манағы заттардан кейін, манағы пранктардан кейін. В общем, мне бізде холодильниктен осындай шоколад тауып алдым. Вот. Не бұл шоколад, в общем, өте дәмі жаман. Енді кішкене маған ұнамайды жалпы. Медина білмей ұнамаймын, оған ұнамайтын секілді. Себебі кішкене дәмі бұзылып кеткен, осылай тауып алдым. Енді оған беріп көретін боламыз. Бірақ енді дәмі бұзылды ма, бұзылмады ма, оны ол білмейді. Сондықтан жаңағы береміз, қарасынан сатып алдым деп. Соны жеп көреді, енді білмеймін. Сосын ашулана ма, ашуланбай ма көретін боламыз. Қазір ол бөлмесінде отыр, осыны қазір апарып беретін боламын. Кеттік. Медина, не істеп жатырсың? Планшет ойнап жатырмын. Айтпақшы, мен қазір дүкенге барып келдім. Саған осындай шоколад алып келдім. Жеп көрсеңші, дәмі өте тәтті. Қойшы. Қайс? Сен қуасың ба, Не болды? Барлығы дұрыс па? Дәмі қалай? Жақсы, мен соны ашып кеткен ғой. Я, ашып кеткен ғой. Бұл саған тағы да пранк. Бұл енді оңай болды ғой. Кішкене ренжімейтін шығарсың. Сен ше қуасың. Ту барып сол ішіп кендейші. Иә. Достар, міне бұл 4-ші пранк кішкене жеңіл қылып жасадым. Енді 5-ші пранкты тағы күшетіп ойластырып қойым. Бұл 5-ші пранк вообще жестко болады. Соңғы пранк бұл 5-ші пранк. Мә, достар, қазір көргенде вообще шок боласыздар. Өте кәдімгі ренжитін нәрсе. Енді бұдан кейін білмеймін, Мединамен араласпай ма. Көреміз, в общем. Достар, в общем, не қараңыздар, қазір дала қараңғы. Және де мен қазір шығып кететін боламын. Медина қазір мен кішкенеден келемін деп. Есетін барлығын өшіріп тастаймын. Сосын Мединаны қорқытатын боламын, бір елестің киімін киіп алып. Оны мен қазір мына дүкенге бардым айттым ғой, сол жерден сатып алдым.
В общем, өте қызықты болады және өте қорқынышты болады. Көреміз бірге. Мизина, мен бір шаруаларыммен бір жаққа тез барып келуім керек. Сен өзің отыра бер, жарай ма үйде? Жарайды. Иә, жақсы. Сосын кішкенеден кейін свет өшеді деп жатыр ғой барлығында. Өшіп қалса қорықпайтын шығарсың. Фонарик бар дегенде ғой. Иә, фонарик бар ғой. Иә, жақсы. Онда мен кете берейін. Пока. Иә, давайте. Достар, кеттім мен, давайте. Енді Мизина білмеймін не істейтінін. Таған қазір қап-қараңғы. В общем, қазір елес болып қорқытатын боламын. Жаймен үйден кіріп алып кеттік. Міне свет өшті. Енді фонарик қоса алайын. Достар, міне мен жаймен осы ваннаға кіріп кеттім. Енді қазір осы жерден киімді ауыстырып ана жаққа баратын боламын. Уже свет өшіп қалып бізде. Ана жақта өзіме ғана осы бөлмеге ғана свет қондырып алдым. Ал қазір көреміз енді. Достар, міне. Мен образымды қараңыздар, достар. Уже жаман қорқынышты, иә. В общем, ойлап қалмаңыздар, бұл не деп. Бұның бетімдегі маска, шашымдағы парик. Осындай, қараңыздар, надо секіре аламын, вообще қорқынышты болады. Осындай киім алдым. Міне қараңыздар, свет өшірсем осындай вообще қорқынышты болады. Мені төмендеп отыр. Жақта ана жерді көрсеңіздер ма? Мен де осымен шықпау керек. В общем, қазір жаман қорқытатын боламын. Кеттік. Ой, телефон өшіп қалды ма? Неге өшіп қалды? Ай, сен кімсің? Мен елеспін. Сен, бай тұршы. Тоқта. Жоқ. Тоқта. Қайда кетіп бара жатырсың? Ай! Ой, тоқта. Не істеймін? Сен кімсің, байту, қазір шыңғырам. Жоқ. Ай! Кім анау? Қайдан келді? Достар, мен ол танымай қалды, кәдімгідей сеніп қалды, көріңіздер ма? Мен өзім кәдімгідей қорқып кеттім қой. Мына жақтың барлығын светін жағайық. Қазір барып бұл мен деп айтуымыз керек. Мына жақта кетіп қалды, қашып, білмеймін не істеп жатқанын, көрпенің астына тығылып алды ма? Білмеймін. Мына жақтың барлығын қап-қараңғы болып кетті, барай қалып кеттік. Ей, сеп тұрсың сен, Мизина? Не? Не болды саған, не қорқып тұрсың? Сен кімсің? Құрсын мен ғой, не болды мен танымай? Сен не маған пранк жасадың ма? Қайдағы пранк? Менің қазір шаруаларыммен келе жатырмын. Не болды, не қорқып тұрсың? Жаңа елес көрдің ба? Жоқ, ешқандай елес жоқ. Үйдің барлығы не қараңғы болып кеткен. Мен өзім жағып қойдым. Или сен пранк жасадың ба? Иә, мен ғой елес болып сені қорқытқан. Қалай, ұнады ма? Ана жоқтағы. Қатты қорқып кеткен сияқтысың ғой. Қойшы, сен пранк надоел. Не дейді, сенің праңың уже надоел? Достар, біздің уже 5-ші праңымыз да бітті. Мизина, қайдасың? Ренжу жоқ. Ой, болды, жылама, Мизина. Енді білем қорқып кеткеніңді. Мен маскам, шашым, мана барлық қорқынышты болған сияқты, иә? Я? Кешірші, болды. Енді жасамаймын. Бітті пранк. Келесте өйтіп жасамашы маған. Жақсы. Достар, міне біздің осы видеомыз күшті болып аяқталды. Мизинаға бүгін 5 пранк жасадым. 5-еуі де қиынға соқты. Және де енді барлығы өте қорқынышты болды. И Мизина кәдімгідей күшті бір риза болыппын да, андай етіп жынданбай, енді бір ренжісе де қатты көңіліне алмай әйтеуір кешіріп тұр. Біз сіздер үшін тырысып жатырмыз, және де сіздер үшін Мизинаны қорқытуға тура келді. Мен бұл осы қорқынышта мана көптеген заттарды пайдаландым. Соның ішінде міне
осындай автомат тауып алғаным қалай кетті осы, и осындай шоколад тауып алдым. В общем, және тағы да көптеген заттарды қолдандым. В общем, маған пранк өзіме ұнады, ал Мединаға ұнаған жоқ. Сондықтан давайте осы видеоды тез лайктарыңызды басып кетіңіздер, арнаға тіркеліңіздер. Сіздермен болған мен Сабинка Милашка, және де менің қасымда Тетери Медина. Жақсы, ендеше пока-пока. Пока.